Сәлем достар, менің мамандығым стандартизация, сертификация, метрология, 4-ші курс студентімін. 6 ай бойы Польша еліндегі академиялық құқықтық бойынша оқыдым. Осы Бодин технологиялық университетінде менің пәндеріме келетін болсақ, бизнес-аналитика, жылу беру және де метрология, тағы да басқа пәндерді меңгердім. Және де сонымен қатар менің шетелдік достарым болды. Германиядан, Франциядан, Түркиядан, поляктар болды, мексиканецтар, испанецтар. Және де мен осы елдерге тоқталатын болсақ, Австрия, Чехия, Словакия, Франция, Италия, Ватикан және де Германия елдерін аралаған болатынмын. Олардың салт-дәстүрімен және де олардың тілдерімен танысқан болатынмын. Яғни олар маған өте қызық болды, дамыған елдердің арасына кіреді. Және де шетелдік достарыма келетін болсақ, олар өте тәртіпті, мотивацияға толы, және де тайм-менеджмент деген сияқты қасиеттерді қолданады. Және де осы университетке келгенде олар ауырса да, ауырып тұрса да, яғни сабаққа келетін болады. Осы көріністі көргенде олар менің мотивациямды жоғарылата түсті. Маған осындай мүмкіндік жасаған Жаңаарқан университетіне мен алғысым шексіз. Студенттерге айтарым, осы академиялық ұтқырлық бойынша білім алыңыздар, білімдерді толықтырыңыздар, шетелдік достармен қарым-қатынас жасаңдар, яғни басқа елдерге саяхаттаңыздар. Осы Қазақстан Республикасын дамытатын және де кеңейтетін және көркем болдыратын тұлға болыңыздар.